Ал достар, ассаламу алейкум. Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, демалыс күндеріңіз жақсы өтсін. Бүгін демалыспен қоса, бүгін Құрбан айттың алғашқы күні. Айт қабыл болсын, мереке құтты болсын. Аман болайық, бар болайық. Үлкен жетістіктерге жете берейік. Тағы шайнекпен керек па? Нұрдәулет, шатам қалай екен? Күшті. Тау түсем ғой мен. Бұл жер ғой, тау. Мына жақта Нұрдәулет тамақ пісіреді, біз жейміз. Мына жақта шашлық пісіруге болады. Короче, бізде первыйға Первыйға қордақ жек, екіншіге шашлық жек. Құрметті достар, кеше мен өзімнің клиенттерімнің арасында кешке қарай сағат 8-де деп, нақты тура 8-де кірдім прямой эфирге. Және сөрді Турцияға 5 адамға жолдам ойнаттық. Не деген эмоциялар, не деген қуаныш ана жерде. Өте күшті өтті, барлығы әділ өтті. Қазір сол жақтан үзінділер салат болам. Келесі сториста видеолар және де фотолар. Ұтып алдыңыз, аха. Құтты болсын, жаңа еже. Мен барған кезде құтты болсын, еже. Алла разы болсын сізге. Сеніп алғаныңызға рахмет. Құтты болсын, өзіңіздің жақын адамыңызбен бірге Турция мемлекетінде керемет күндерді өткізіңіздер. Нұрдәулетімнен чоғы, өзіменен чоғы барам мен. Болды, Алла қаласа октябрь айында барам мен, еже. Мақұл. Сол кезде бірге барайық. Чоғы рахмет, аябай сүйін атам. Құтты болсын, өнемі көмектесіп жатырмын сізге. Ала, балам, қолдан отақ жақшы кен, аябай соғым кен. Болды, ем болсын. Бізге главный сол керек. Өніміміз сіздерге қалса болды. Ертең неме қылам, Набилаға бәлки ежелерге сүйіншілейін. Болды, аха, құтты болсын, жайыным әшін.